Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы қазақтар ұлы дала мұрагері. 5-ші тапсырма оқылым тапсырмасы. Мәтінді түсініп оқы, қою әріппен жазылған сөздердің мағынасын анықта. Көшпенділердің материалдық мәдениеті көші-қонға, тұрмысқа ыңғайлы болды. Киіз үй, ат әбзелдері, ер-тоқым, теріден, ағаштан жасалған ыдыс-аяқ, бесік, тұрмыстық заттар, көшпенділердің материалдық мәдениеті. Көшпенділердің рухани мәдениеті өте бай. Оларда шығармашылық пен ойлау жүйесі ерекше дамыды. Көне түркілер алғашқы әріп жазуының бір түрі руна жазуды ойлап тауып пайдаланды. Есік жазуындағы 17 әріптің 13-і көне түркі алфавиті. Бұл 5-ші ғасырда түркілердің жазуымен әдебиеті, рухани байлығының жоғары деңгейде дамығанын көрсететін аса құнды жәдігер. Түркілер мемлекетті дала демократиясына сүйеніп басқарды. Бишешендер ханның білгір ақылшысы, кемеңгер кеңесшісі болды. Бишешендердің дана ойлары, тапқыр сөздері, әділ шешімдері мемлекетті демократиялық басқаруға жол ашты. 6-шы ғасырда түркілердің әдеби тілі қалыптасты. Бишешендер вай ауыз әдебиетін қалдырды. Көшпенділердің бірегей мемлекеттік құрылымы дамыды. Қазақ хандығы кезінде ғана аспапта орындалатын 5000-дай күй дүниеге келген. Бүгінгі қазақ халқы сол өркениеттің тікелей мұрагері. 6-шы тапсырма. Көшпенділердің материалдық мәдениетін кластерге түсіріп, суреттерінен постер құрастыр. 8-ші тапсырма. Мәтінді оқып, әр ой бөлікке тақырып қой, негізгі идеясын анықта. Әр ой бөліктегі тірек сөздерді теріп жаз. 1-ші азат жол бойынша тақырыбын, негізгі идеясын, тірек сөздерін жазып шығамыз. Бағалау парағы. Мәтінді түсініп оқиды, қою әріппен жазылған сөздердің мағынасын анықтайды. 2 ұпай. Көшпенділердің материалдық мәдениеті туралы кластер құрады. 2 ұпай. Әр ой бөлікке тақырып қояды, идеясын анықтайды, тірек сөздер жазады. 3 ұпай. Сөйлеу, жазу сауаттылығын сақтайды. 1 ұпай. 4-ші тапсырма жазылым тапсырмасы. Берілген сөз тіркестерін қатыстырып, ортақ етісті сөйлем құр. Хандық құру, жәдігер жинау, бишешен, әділ шешім айту, руна жазуды шығару, ер-тоқым жасау. Бағалау парағы. Берілген сөз тіркестерінің мағынасын түсінеді. 1 ұпай. Ортақ етісті сөйлем құрады. 1 ұпай. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар оқушылар.